Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жасалуы өте қарапайым, дәмі сондай ерекше дәмді, бүкіл отбасыңыз сүйіп жеп алатын болоньезе пастасын дайындайтын боламыз. Алдымен табамызды қыздырып, майымызды шығарып қуырып аламыз. Менде малдың майы, себебі біздің отбасымыз сұйық майды ұнатпайды, ал сіздер сұйық майды қолдана бересіздер. Қызған майымызға пиязымызды салып, фаршымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Егер де сіздің фаршыңыз майлы болса, майды азғантай қосасыз. Қызанақты қосып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Сонан соң сәбізімізді үккіштен өткізіп салып, оны да жақсылап қуырып аламыз жұмсарғанша. Енді осындай бір ас қасық томатымызды салып, оны міндетті түрде майға қуырып аламыз. Су құймай тұрып салуымыз қажет, яғни томатымыз біздің майда қуырылуы тиіс. Сонан соң ең соңынан барып сарымсағымызды осылай езіп уатып саламыз. Барлық ингредиентімізді осымен салып болдық. Енді дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Сонан соң кішкене жарты қасықтай ғана қантымызды саламыз. Ол біздің жаңағы қызанағымыз бен томатымыздың қышқыл дәмін алады. Осы уақытқа дейін барлығын қатты отта пісіреміз, яғни қатты отта қуырып отырамыз. Сонан соң бәрін салып болғаннан кейін батып тұратындай етіп су құйып, қайнатып, қақпағын жауып, бая отта 20 минут бұқтырамыз. Пастамыздың аты спагетти болоньезе болғандықтан гарнир ретінде спагетти қолданамыз. Спагеттимізді қайнап тұрған суда тұз салып, піскенше қақпағын ашып қайнатып аламыз. Мінекей осымен біздің болоньезе соусымызда спагеттимізде бір уақытта пісіп шықты. Енді табамыздың астын баспай спагеттимізді сүзіп, табамызға салып, жақсылап екеуін бірге қуғанша араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің тамағымыз дайын. Бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп жібереміз. Түрі де әдемі, тәбет ашарлық, соусы да тойымды, қою болып шығатын тамағымыз біздің дайын болды. Отбасым барлығын тауысып, тіпті добавка сұрап, жеп алды сүйсініп. Сіздер де өзіңіздің отбасыңызға жасап беруге кеңес беремін. Өте оңай, барлығы үйден табылатын заттардан жасалады. Тағы да осындай сәтті әрі оңай шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.